Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді қазақша маклюбе дайындайтын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Бізге маклюбе жасау үшін картошка, пияз, сәбіз, күріш және ет қажет болады. Алдымен етімізді осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жаңағы тураған етімізді жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Жақсылап қуырып, тұзын сеуіп, азырақ су құйып, демдеп, жұмсақ етіп етімізді бірінші пісіріп аламыз. Етімізді демдеп қойып, одан кейін сәбізімізді осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Бұл жерде қосатын қоспаларымыздың барлығын алдын ала турап, оны майға қуырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбізімізді де осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Және картошкамызды да дәл осылай дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Сәбізімізді де осылай қатты жұқа емес, орташа етіп, дөңгелек етіп турап шығамыз. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жаңағы турап алған сәбізімізді, картошкамызды бөлек-бөлек осылай қуырып алатын боламыз. Екі жағын ауыстыра отырып, сап-сары етіп қуырып аламыз. Міне сәбізіміздің екі бетін аудара отырып, осылай барлығын қуырып аламыз. Сосын жаңағы картошкамызды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Картошка мен сәбізімізді қуырып, бөлек ыдысқа алып қоямыз. Содан кейін жаңағы бір кесе күрішімізді алдын ала жуып қоямыз. Жуғаннан кейін ол суы сырғып осындай құрғақ болып тұрады. Және бұл күрішімізді де табамызға азырақ май құйып, күрішімізді де қуырып алатын боламыз. Көп қуырмаймыз, бір 2-3 минутқа қуырып аламыз. Енді маклюбе жасайтын ыдысымыздың астына азырақ майымызды құйып, жаңағы тураған пиязымызды осылай бір тегіс ретімен қойып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай астына майымызды құйып, осылай пиязымыздың барлығын салатын боламыз. Енді кезегімен пияздың үстіне қуырған картошкамызды осылай реттеп қойып шығатын боламыз. Әрбір қойғаннан кейін үстіне тұз сепсеңіздер де болады. Және оны қойып болғаннан кейін арнайы бір қасықтың көмегімен бұны үстінен қатты нығыздап басып қоятын боламыз.
Міне картошкамызды саламыз. Барлық қуырған картошкамызды салып болғаннан кейін үстін ығыздап, оның үстіне сәбізімізді де қойып шығамыз. Осы кезде арасына тұз сеуіп жіберсеңіздер де болады. Міне осылай сәбізімізді қойып шығамыз. Осылай кезегімен барлығын қойып шығатын боламыз. Міне енді бағанағы қуырып демдеп қойған етімізді де осылай бетіне жауып, бір тегістетіп қойып, бұның да үстін басып шығамыз. Етімізді салып болғаннан кейін ең жоғарғы бетіне жаңағы майға қуырған күрішімізді үстіне салатын боламыз. Үстіне салып, тұзымызды сеуіп, жақсылап нығыздап, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Суымыз күріштің бетінде сәл шығып тұратындай етіп құйып шығатын боламыз. Міне осылай қайнап тұрған ыстық суымызды күріштің бетіне құямыз. Суымыз күріштің бетінен сәл шығып тұру керек. Міне осылай құйып, бетін жауып 10-15 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне сонымен біздің маклюбеміз дайын болды. Осындай кез келген дәурек ыдысымызға осылай төңкеріп түсіріп алатын боламыз. Міне маклюбеміз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша жан-жағына салат немесе айран құйсаңыздар болады. Мен енді салат айран құйған жоқпын, дәл осы күйінше жасадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.